Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде сол жаңағы сайлау жөнінде талқылағым келеді сіздермен. Кеше күні мынау Арман Шораевтың айтқан нелері естеріңізде болса, жаңағы кандидат сымақтары. Кандидат сымақ деп тұрғаны, міне олар өз бет перделерін өздері ашып жатыр. Ашты да, оның бәрін білеміз, кім екенін, қалай екенін. Міне егер олар шын жанашырлары болатын болса, бұл жерде бәрі бір ауыздан ләппай тақсыр, біз дайынбыз деп жүгіріп барып жаңағы кандидаттарды сайламас еді. Бұл жерде түсіну керек, бұл жерде жаңағы бұның ойынын қабылдаса бұлар, мынау оппозиция сымақтар, ертеңгі күні мынау Тоқаевтың несін қабылдап, мынау сайлау жөніндегі осы ойынын қабылдаса, ол кезде бұлар деген сол жаңағы Тоқаевты қайтадан сайлауына көмектескен болып есептеледі. Есептелмейді, солай болайын деп тұр. Міне бұлар соны білдіріп те тұр. Өздері айтты ғой, біз дайынбыз, біз кандидаттарымызды шығарамыз дегендей қылып. Ол егер де шын халық дейтін болса, бұл жерде олар айту керек еді. Бұлай болмайды. Бұл егер сайлау болатын күннің өзінде де сайлаудың жаңағы бәр требования, нелерінің бәрін жаңағы өзгерту керек. Бұл жерде, егер ертең күні осы Тоқаевтың соңында жүре беріп, осының айтқанымен болатын болса, бұл сол баяғы Қосанов 2 болып шыға келеді. Өйткені қазір оппозицияның шығарған адамын қазіргі тәртіп бойынша, мынау сайлау тәртіптерімен қазіргісінен өткізетін болса, ол кәдімгі Тоқаев 2 болып шыға келеді. Бұл жерде көріп кел болудың да қажеті жоқ. Бұл Тоқаев бәр жаңағы сайлаудың заңдарының бәрін сондай қылып жасап қойды. Кешегі референдумның өзі де көрсетті. Ол кезде ең болмаса жаңағы тәуелсіз бақылаушылар болатын еді. Ал қазір енді олардың да хақысы жоқ ол жерде барып тексеруге. Видео жазба жүргізілмейді, ешқандай әділдік болмайды. Бұл деген сөз кешегі Қосанов 2 қайталанады. Ал бүгін мынау оппозиционерлер шын тәнімен осы сайлауды қалап тұрса, халық үшін қалап тұрса, бұлар бүгінгі күні халықпен қосылып Тоқаевтан талап ету керек. Мынау сайлау тәртіптерінің бәрі өзгеру керек. Ол жерге Тоқаев сайлауға түспеу керек. Екінші мерзімге түспеу керек. Тоқаев түсінікті, ол әдейілеп мынаны жаңағы обнулитетті нөлдетіп тастады да, қайтадан сайлауға түсейін, тағы да 7 жыл халықтың қанын сорып отырайын деп, қанын шашып төгіп суша кешегі қаңтардағыдай. Міне сол менің айтқым келіп отырғаны сіздерге. Бұл жаңағы менің де шын жан тәнімен сенгім келеді бұл оппозиционерлерге. Мәйлі кім болсын, не болсын, бұрын қандай болған болсын, ал бүгінгі күні шын тәнімен, халық деп жүріп, халықтың шын жан айқайын естіп тұрса, міне осы сөздерді айту керек. Ал жоқ, бұлар жаңағы Тоқаевтың ойынына қол қойып, бірден жан таласып, міне кандидаттарды іздеп уже шығарайын деп жатыр. Өздерінің арасынан бәрі ертең жаңағы маслихат жасайын деп жатыр. Маслихаттан жаңағы пресс-релиз жасап, өздерінің жаңағы кандидатын сол жерге ұсынбақшы. Қосанов 2-ні Тоқаевқа сайлап берейін деп отыр. Бұл сондай Тоқаевтан түскен жаңағы бұйрықта болуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Міне басқа елдерде, демократиялық елде сайлауға 2 жылдап дайындалады. Ол қыруар ақша. Ол жерде жаңағы сайлауды қабылдайтындар бар, тексеретіндер бар, бақылайтындар бар. Олардың бәрі ақша айналып келгенде. Солай емес па? Оның жарнамалары бар. Ол жерде әр өздерінің программаларын айту керек, халықпен талқылау керек, оны жеткізу керек. Оның бәрін жасауға мүмкіншілік бермей,
Тоқаев өзін ғана сайланатын қып, осындай жағдайда әдейі жасап қойды. Өзі қайтадан сайланып алайын деп. Бұл жерде бойкот та көмектеспейді. Жайлауды жасай берсін, бармаймыз, бойкот жасаймыз. Бойкот ойнамайды бұл жерде. Кешегі референдум сияқты. Референдумда ойнады ма сол бойкот? Ойнаған жоқ. Келсең де, келмесең де, пәленбай процентпен міне өткізді сол референдумды. Ертең сайлауды да сондай қылады. Бар сен, барма сен, бәрібір соның бәрін жасап, өздері 99-да 9%-бен Тоқаевқа дауыс берілді қылып, міне сөйтіп өткізеді де жібереді. Сол үшін халқым, қорықпаңыздар, жалған аккаунт ашыңыздар, желінің бәрінде шұбырту керек, дабылды қағу керек. Біз бұл сайлауға қарсымыз, осындай заңдарымен біз сайлауға қарсымыз. Сайлау заңнамаларына өзгерістерді енгізіп қойды. Ертең мынау ұйықтап отырып депутаттар соны қабылдайды, соны болдыртпау керек. Бұндай сайлаудың керегі жоқ. Бұндай сайлау, егер шын сынасқысы келсе, Тоқаев, шын өзін қазіргі мынау кеше қаңтардан кейін ақталғысы келсе, өзінің кандидатурасын ол алып тастау керек. Халықты ойлағаны болса, әділ болғысы келсе, халықты естігісі келсе. Одан кейін мынау сайлау заңнамаларын бәрін өзгертіп, өзгертпесе де бұрынғы қалпына келтіріп, халық өзі бақылайтын қылып, халық өзі сайлайтын қылып, таза сайлау өткізіп көрсін. Оны бірақ бұл жасамайды. Міне дамыған елдердегідей, демократиялы елдегідей бейне жазба бәр жерде болу керек. Қанша адам келді, қанша адам салды, оның бәрін жасауға болады. Бірақ Тоқаев оны жасатпайды. Өйткені оған әділ сайлау керек емес. Оған оның қолына оппозиционерлер де қолдап отыр. Қолдағаны сол, дәлелі бұлар деген Тоқаевтың аузынан шыққаны мұң екен, сайлауды жасаймыз деп. Оның белгілі болды, баяғыдан белгілі болды. Бұл наурыз айында үндеу жолдады, одан кейін референдумды өткізгенде, бұл жанталастың бәрі осы сайлау үшін болып жатырған, сол кезде халық біліп отырды. Оған да міне осындай сценарийді дайындап қойып, алып келіп, міне қазір беріп жатыр. Бұның бәрі қойылым. Бұл оппозиционеріміз деп жүргендердің бәрі Тоқаевтың жағында ойнап отыр. Егер шын халық дейтін болса, бұл оппозиционерлер қазір өзінің артынан ергендерін бәрін шығарып, міне жаңағы мезгілсіз бейбіт шеруге шығарып, бұл сайлауға қарсы екенін айту керек. Ал бұл сайлау болатын болса, бәр заңнамалардың бәрін халықты сайлайтын қылып шығару керек. Бәр нелердің бәрін, требованиялардың бәрін, халықтың требованиялардың бәрін ескеріп отырып жасау керек. Ондай болмайтын болса, бұндай сайлаудың керегі жоқ. Бойкоттың да керегі жоқ, сайлаудың да керегі жоқ. Сол үшін халқым, желілерге салыңыздар, жазыңыздар, жалған аккаунтпен болса да жазыңыздар, байбалам салыңыздар, дабылды қағыңыздар. Бүкіл әлем күліп жатыр. Міне Американың газеттерінде, нелерінде бәрінде шығып жатыр. Бұл Тоқаевтікін дұрыс емес екенін бәрі айтып жатыр. Тек қазақ халқы ғана әлі үнсіз отыр. Бар шамалы жазып жатқандар, бірақ бүкіл халық әлі үнсіз. Үнсіздік болмайды бұл жерде. Халқым, бұндай мүмкіншілікті жіберуге болмайды. Не болса о болсын деп отыра беруге болмайды. Өздеріңіздің ұрпақтарыңызды ойлаңыздар. Балдарыңыздың өмірін ойлаңыздар. Өздеріңіздің өмірлеріңізді қараңызшы. Қалай өтті? Күйбең тіршілікпен өмір бойы жұмыс, былай тартсаң былай жетпейді. Біреуін киіндірсең екіншісіне жетпейді. Біреуін тамағын алып берсең екіншісіне жетпейді. Кім жұмыссыз қаңғып жүрген? Қазақтың балдары. Үйсіз қаңғып жүрген кім? Қазақтың балдары. Осылай әрі қарайда кете берсін дейсіздер ма? Сіздердің өмірлеріңіз өтті, енді балдарымыз да тап осындай біздің кебімізді киіп жүре береді деп. Олардың күні одан сайын құрдымға кетеді.
осылай кете беретін болса, Тоқаев тағы да 7 жылға отыратын болса, бірақ ол отырмайды. Ертең X күні келеді. Ояныңдар, қазақ халқым, бірігіңдер. Бірігіп, ОДБК-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді, Тоқаевтың сайлауына қарсы екенімізді, Тоқаевтың өзіне қарсы екенімізді, мынау біздің кешегі қаңтарда қандастарымыздың бәрін қырғаны үшін халық оны кешірмейтінін бәр жерде айтыңыздар. Қорықпаңыздар, жазыңыздар. Жалған аккаунт ашып жазыңыздар. Бәр жерге жариялап жүріңіздер. Ұмытқан жоқ екенімізді білдіріп жүріңіздер. Ұмытпаймыз біз ол қаңтарды. Ол ұмытылмайды. Ол кешірілмейді. Сөйтіп отырып, қаншама халықты қырып тастап, әрі қарай тағы да бетсіз Тоқаев тағы да президент болам дейді. Не бетімен бара жатыр, я? А соны мынау оппозиционер сымақтар қолдап, екінші Қосановты арасынан шығарып дайындап берейін деп отыр. Түк білмегенсіп, кәдімгідей жаңағы, енді сөзім жоқ оларға. Я, қалай ойнайды? Сол халқым, бірігіңдер. Бірігіп, халықтың арасында жүрген ұлтына қарамай, тіліне қарамай, түсіне қарамай ортамызға тарта біліңдер. Соларды тартып, ертең X күні жанымыздан табылатындай етіңдер. Сөйтіп, мынау X күні батырларымыздың жанынан табылатынымызды көрсете біліңдер. Батырларымыз көрсін, сезсін. Халық оянды, халық бәрін біліп отыр. Халық ертең сол X күні халықтың жанынан табылады. Сөйтіп, батырларымыз Тоқаевты тоңқайтып, билікті өз қолына алып, қазақ халқын бейбіт те, демократиялы, жарқын өмірге жетектейді. Алға қазақ елі!